Баршаңызға қайырлы күн достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, ерекше рецептпен бөліспекшімін. Ол баклажаны по-китайски в кисло-сладком соусе әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге әзірлеп көріңіздер. Осындай керемет хит рецепттерімді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен баклажандарымызды жақсылап жуып, үлкен кубик етіп турап шығамыз қиғашынан. Кебу ыдысымызға баклажанымызды салып, үстіне кукурузын крахмалымызды салып, жақсылап біріккенше араластыратын боламыз. Түрлі түсті светофор болгарский перецті үлкендеп, кубиктеп турап шығамыз. Көк пиязымыз турап қоямыз. Егер көк пияз болмаса, кинзаны қолдануға болады. Пиязымызды үлкен кубик етіп турап, арасын ашып шығамыз. Баклажанымызды алдын ала қызып тұрған майымызға 1-2 минут қызарғанша қуырып алатын боламыз. Бірінші соусымызды әзірлейтін боламыз. Суымыздың үстіне крахмалымыз салып, біріккенше араластырып қойып қоямыз. Екінші соусымызды әзірлейтін боламыз. Соевый соусымыздың үстіне китайский, я болмаса рисовый уксус қоссаңыздар болады. Чеснок қосамыз, қант саламыз, жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Сұйық майымызды қосамыз. Сковородкамызға майымызды құйып, чесногымызды қуырып аламыз. Пиязымызды саламыз. Түрлі түсті болгарский перецімізді салып, алдын ала қуырып алған баклажанымызды салып, 1 минуттай қуырып аламыз. Көп қуырға болмайды. Шым-шым тұз саламыз. Және алдын ала әзірлеп қойған бірінші соусымыз, екінші соусымызды салып, міне бізде осындай баклажанны кисло-сладком соусе осындай әдемі, дәмді, сочный, дәмі өте керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, видеома лайк басып, қоңыраушан басуды ұмытпаңыздар. Алдыңғы уақытта түрлі рецепттерімді жіберіп алмас үшін арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Бауырсақ Фуд ас болсын.